Бәріңізге сәлем. Қарапайым рамкалардан фонарь жасаймын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ол үшін бізге осындай 4 дана рамкалар қажет болады. Картон, ыстық клей, сызғыш, қалам, краска қалауыңызша, қайшы, кисточка және әсемдеуге қажетті заттар. Ең алдымен әйнегін алып тастаймын. Содан кейін барлығын қара түске бояп шықтым. Содан кейін рамкаларды бір-біріне жабыстырып бастаймыз. Мен тек ыстық клейді қолдандым, өйткені ыстық клей ағаштарды өте жақсы жабыстырады. Келесі астын бекітуге картон кесіп алдым. Мен ауыр зат салмайтын болғандықтан картон қолдануды жөн көрдім. Ендігі кезекте әсемдеуге кірісеміз. Ол үшін осындай қалың диаметрі 10 мм болатын джут жібін қолдандым үстіңгі бөлігіне. Содан кейін сол үстіңгі бөлігіне ұстауға ыңғайлы болатын ағаш моншақтардан ұстағыш жасадым. Моншақтар өзінің пішінін ұстау үшін соңынан қаттырақ байлау керек болды. Оның ішіне осындай шам саламын деп шештім. Шам қарапайым болғандықтан оны осылай краскамен әсемдеп шықтым. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.